Все. Videoga sürüyoruz. Yere gelip koyuyoruz. Olma. Иә. Бары тіркелді. Құрметті әріптестер, құрметті ауыл тұрғындары, мынау облыстық Түркістан облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасының мемлекеттік мекемесінен арнайы хат түскен. Сол хатқа байланысты мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Ава Гүл жауапкершілігі серіктестігі құм қиыршық тас қоспаларын өндіру жобасы бойынша ағымдағы жылдың, яғни биылғы жылдың бүгін 2 мамырда сағат 11:00-де Қазығұрт ауданы Қақпақ ауылы Қазыбек би көшесі нөмір 1 мекенжайда ашық жиналыс және бейнеконференция арқылы қоғамдық тыңдалымдар өткізу бүгінге жоспарланған. Сондықтан біз бүгінгі сіздерді ауыл округіндегі қоғамдық кеңес мүшелерінен жалпы 9 адамнан тұрады. Сол 9 адамның 2 адамы бүгінге қатыспай отыр. Өйткені белгілі себептермен сондықтан жиналысты ашық деп жүргізе берсек. Келісесіздер ме? Сондықтан қоғамдық жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлап алсақ, соны бекітіп алсақ. Төрағасына мен өзімді жүргізе берсем, қарсылық білдірмесеңіздер. Хатшысына біздің әкімшіліктің заңгері Нұрлыбек Бекенбай фамилиясы. Сондықтан сөз өздеріңізде қысқаша баяндау үшін, хабарлама жасау үшін. Сәлеметсіздер ме, қоғамдық қатысушылар. Менің есімім Сыдықова Нұржамал болады. Осы Абагүл деген жауапкершілігі шектеулі серіктестікке біз тау-кен жоспары жасалынған болатын. Сол тау-кен жоспарына арналған қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеушісін. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы осы. Бұл кісілер кен орнын ашылғалы тұр. Жаңа кен орнын ол жерде құм қиыршық тас қоспасын өндіретін болады. Экологиялық заңнамаға сәйкес қоғамдық тыңдау ашық жиналыс түрінде өткізу керек. Бұл қоғамдық тыңдауды өткізу үшін біз сіздердің алдарыңызға келуге дейін 1 ай алдын қоғамдық саяси газетке берген болатын хабарландыру, Қазығұрт тынысы деген телеканалға берген болатынбыз. Осы уақытқа дейін бізге замечание дейді ғой, ұсыныстармен өздерінің нелері замечаниялар келіп түскен жоқ. Қазір қысқаша түсіндіріп өтейін. Енді кен орны бізде осы ауылдан, Қақпақ ауылынан батыс жағынан 2 километр арақашықта орналасқан. Ең жақын тұрғын үйді біз картамен көргенде бірде 754 километр арақашықтық, яғни арақашықтығы ұсталынған. 1 километрден ары болу керек кен орнында. Бұл кен орнында жалпы аумағы 31 гектарды құрайды. Қазу тереңдігі 5 метр деп жазылған. Жоспар бойынша, тау-кен жоспары бойынша арнайы тау-кен жоспары жасалынады. Сол тау-кен жоспарына қоршаған ортаны қорғау бөлімі жасалынады, яғни экологиялық проект. Бұл жылдық өнімділігі, бұл проект жобалар 2024-тен 33 жылдар аралығында жасалынады. 10 жылда. Алдағы 10 жылда бұл жерде аталған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құм қиыршық тас қоспасын өндіретін болады. 10 жыл бойына құм қиыршық тас қоспасын өндіру өнімділігі жыл сайын 100 000 кубты құрайды. Ал жаңағы беткі қабаты бар, воскрешная порода дейді. Ол ашыма жұмыстардың көлемі 10.236 кубты құрайды әр жылға. Ол осы ашыма жұмыстарынан алынған топырақтың беткі қабаты, өсімдік қабаты дейді ғой, ол осы кен орынды игеріп болғаннан кейін қайта рекультивацияға пайдаланылатын болады. Жұмыс уақыты бұл жерде 251 күн жұмыс күн, бір ауысымда 8 сағаттық жұмыс күн, яғни түнде ешқандай автотранспорттық дауыстармен мазаламайтын болады. Ең жақын тұрғын үй, жоғарыда айтып өткен 1-де 754 километр. Ол жаққа дейін физикалық шым дейді, шаң дейді, жақын тұрғын үйлерге әсері шамалы болады. Атмосфералық ауаға әсері жеті ұйымдастырылмаған ластаушы көз қарастырылған, яғни бұл жерде аталған кен орнында қазу жұмыстары жүргізіледі, пайдалы қазбаны қазу, арту, оны тиеу, оны тасымалдау, сосын ластаушы заттарды, яғни шаңданудың бәсеңдету үшін суару машиналары қолданады. Осының барлығы жеті ластаушы көз белгіленген біздің жобада. Ал жыл сайын бұл жерге
2024-33 жылдар аралығында 1,5 тонна лас жаңағы шаң тозаң ауаға бөлінетін болады. Осы бөлінген шаң тозаңға бұл кісілер экологиялық рұқсат қағазын рәсімдеп отыр. Сол рұқсат қағазы арқылы әр жыл сайын жаңағы экологиялық мониторинг дейді, бақылау жүргізілетін болады. Осы ластаушы заттардың көлемінен артық ластаушы заттар жаңағы атмосфералық ауаға шығармау үшін, ластамау үшін осындай құжат жасалынып отыр. Енді жаңағы тау-кен жұмыстарынан негізгі қолданылатын техникалар ол бульдозер, экскаватор және автосамосвалдар болып табылады. Бұл жерде ешқандай жару жұмыстары, ондай жұмыстар жүргізілмейді. Ешқандай химиялық зиянды заттар да жоқ. Бұл жерде тек қана қазу, механикалық әдіспен барлығы жүргізіледі. Мынау бізде қосылмады, қазір картасын көрсетіп өтемін. Енді кен орнында ауыз су және техникалық сулар тасымалдану әдісі арқылы жеткізілетін болады. Шартынды сулар, яғни жұмысшылардан пайда болатын лас сулар болады ғой, олар бетондалған шұңқырға құйылып, толу мерзіміне қарай тазалау имараттарына жеткізілетін болады, жіберілетін болады. Яғни топыраққа, жердің астына суды сіңдіріп жіберу ондай іс-әрекеттер жоспар бойынша қарастырылмаған. Ауданның гидрографиялық желісі Қаражан шығыс жотасының биік таулы бөлігінен бастау алатын Тастай өзенінен белгіленген. Ұсынылған Тастай өзенінің негізгі саласы Көкпарсай өзені болып келеді. Бұл өзендердің жаңағы негізгі сумен қамтамасыз ету су көзі көктем жаз кезінде қардың еруі себебінен күз кезінде атмосфералық жауын-шашыннан болады. Бұл жерде жаңа Көкпарсай өзені дедік қой, біз арнайы жергілікті құзырлы органға хатпен шықтық. Бұл жаңағы кен орын су қорғау белдеуі мен аймағына жатады ма деген хатты алдық. Ол хатты қазір көрсетемін. Бұл жерде су қорғау белдеуі мен аймағына жатпайтын болды кен орын. Официальный жаңағы жауап алдық. Үлкен экранды көрсетеміз дедік. Мына жерде бізге земельный кадастрдан олар жаңағы кен орнының координаталық точкаларын қойып, жаңағы қарайды, содан су қорғау аймағына жатпайды. Енді барлау жұмыстары барысында, бұл жерде барлау жұмыстары болды ғой, өндіру жұмыстарына дейінгі. Бұл жерде 7 шұңқыр бұрылғанған, яғни 7 шұрт, тереңдігі 10 метрден 16 метрге дейін. Осы тереңдікте ол жерде жерасты сулары кездестірілмеген. Яғни бұл жерде бізде кен орнының жұмыстары жер үсті сулары мен жер асты суларына кері әсер етпейді кен орын жұмыстары. Тұрмыстық және өндірістік қалдықтар. Кен орнында енді бізде қазбалы пайдалы қазбаны өндіретін болған кейін, бұл жерде қалдықтардың үш түрі бөлінеді. Біріншісі ол жұмысшылардан шығатын коммуналдық қалдықтар, майлы шүберектер, жаңа техникаларда қолданылатын болып қалған кезде. Ал сосын үшіншісі рекультивацияға пайдаланатын ашу жұмыстарының көлемі, вскрышная порода. Ол жаңағы коммуналдық қалдықтардың көлемі 0,66 тонна, майлы шүберектер 0,032 тонна жылына әр жылға беріледі. 24 пен 33 жыл аралығында 10 жыл аралығына ашына жақтау жұмыстар көлемі 16,378 тоннадан бөлінетін болады. Бұл жаңағы аталған қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы алаңшаларда сақталып, 6 ай мерзімге дейін арнайы алаңшаларда сақталып, белгілі мердігер компаниялармен келісім шарт арқылы тиісті мекемелерге қайта өңдеуге немесе полигонға орналастыруға жіберілетін болады. Ал жаңағы ашыма жұмыстары, вскрышная порода бұл жерде қайта рекультивациялауға пайдаланылатын болады. Сол карьердің жаңағы аумағында спецсатвал дейді, сол спецсатвалда сақталынып, кен өндіріс жұмыстары аяқталғаннан кейін ол ашылған жерлер тегістелетін болады бірыңғай. Өсімдік және жануарлар әлеміне әсері. Кен орнының беті тек егістік жерлерде бос, жаңағы ол аймақта бір жылдық шөптесін өсімдіктер бар. Жаңағы орналасу аймағында жаңағы орман алқаптары немесе жаңағы қорғау жаңағы қорықтары ешқандай тіркелмеген.
атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары өсімдіктер әлеміне айтарлықтай кері әсерін тигізбейді. Флора мен фаунаға әсері қолайлы деп бағаланады. Бұл жерде жануарлар әлемінен де Қызыл кітапқа сирек кездесетін жануарлар әлемі мен өсімдіктер түрлері тіркелген. Енді жобаның артықшылықтары Қазығұрт ауданының инфрақұрылымының өсуі, жаңа орын жұмыстарының пайда болуы. Бұл жерде тау-кен жұмыстары жүргізілетін болғаннан кейін белгілі көлемде жұмыс күштері жұмылдырылатын болады. Ол жұмыс күштері жоба бойынша жаңағы осы ең жақын елді мекен Қақпақ ауылынан қарастырылатын болады. Және сосын ауылды жерлерді арзан материалдармен қамтамасыз ету, осы пайдалы қазбаны өндіру кезінде, жұмысшыларды жұмыспен қамтамасыз ету кезінде жергілікті жаңағы бюджетке, салық органдарына арнайы салық төлемдерін жасау. Бұл кісілер бірнеше салық төлемдерін жасап отыратын болады жыл сайын. Енді бұл қоршаған ортаны қорғау бөлімімен қатар бұл кісілерге қалдықтарды басқару бағдарламасы, экологиялық мониторинг бағдарламасы жасалынады. Яғни сосын қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жасалынады. 3 программа жасалынады. Бұл программалардың барлығында ластаушы заттардың шегінен тыс шығарылмауы барлығы бақыланатын болады. Жаңағы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында жоба бойынша бізде кен өндіру кезінде аумақты ылғалдандыру арқылы шаң тозаңды басу, атмосфералық ауаның сапасын бақылау қарастырылған, қалдықтарды үшінші тұлғаларға беру, қалдықтарды басқару бағдарламасы қарастырылған, сосын сатылы суларды белгіленген орындарға шығару, санитарлық қорғау аймағына көгалдандыру, кен орнын толығымен игерілген соң рекультивация жұмыстары қарастырылған іс-шара бойынша. Сол, мен докладым осы, сұрақтарыңыз болса. Рахмет. Қызым дұрыс қой, братымнан енді мына жаңа айтып өттің, бұрында бұл жер қазылған, осындай істелінген. Бірақтан енді бұны сәйкесінше заңды жағынан қарап, мысалсын, дейсің, бір адам андай неге тұру керек қой. Жаңа су себет деп жатыр, жаңа басқа қалдықтар бар, оның былай төгеді, рекультивация основной негізгісі. Сонымен бір адам долға тұру керек қой, елді мекенде. Жоқ ауданның әкімі тұра ма, жоқ ауылдың әкімі тұра ма, бір адам соның келісімшартқа тұрып жағаларды қадағалау керек шығар. Сол үшін ол жағында айтып кетсеңіз дейді, заңдылық жағын, мынаумен тұрады деп. Бұл жерде жаңағы табиғат пайдаланушы біздің бастамашы болған Абагүл жауапкершілігі серіктестігі директоры келіп отыр қазір. Жусабек Асқар деген осы кісілер әкімшіліктен тікелей қарым-қатынаста болып жаңағы әкімшіліктің тарапынан қойылған талаптарды арыз-шағымдарды қарастырып бірге шешетін болады. Істі жаңағы өз бақылауы. Бұлай қоярыз, Мынау жаңа айтылды ғой. Әке өзіңіз келдіңіз маған. Осы ауылдың биі боламын. Бұл 3-4 жыл алдын енді карьерді көрген болсаңыздар, Әлекең өзі көрді. Қандай 30 метр, 20 метр шұңқырлар жатыр. Қарамал, жылқыда адамға да зиянды болады. Соны Әлекең келіп айтқан соң, Әлеке дұрыс ісіңізге сәттілік дедім. Енді бізге осындай Құдай берген екен, бізге осы басқа жерге бермеген. Бізге Алла берді ғой, осы тасты, нені. Оны пайдаланбасқа, неге пайдаланбасқа? Егер келген адам дұрыс болса, бізді алдап кетті, 5 жыл алдын жаңағы бізден атын атамай-ақ қойын, рекультивация жасады қазір деп айтып жатыр ғой, соның бәрін істеген, сол өзді келісімшарт дұрыс болмаған ба, біз сотқа барып жеңіліп қалдық, сонымен әлі текстеусіз қалды. Содан кейін өрден ешкім ешнәрсе бір арба да бермейміз деп уәде қылды ел. Әлекең келген соң Әлекең айтты, бар басшылар осында, Әлеке дедім, сізден өтініш, сіздің условияңыз не бізге істеп беретін? Мен елдің адам болған соң мен соны сұраймын ғой. Әлеке, біз условия, Әлеке не айтсаңыздар орындаймыз, мен ел болып, мына жиналыс қылыңыздар, мен сөйлейін, осындай ғой. Кешегі әнердегі жиналыс, болмайтын жиналыс болды. Әлеке, ол дұрыс емес жиналыс, көріп отырсыз ғой. Бұл Қақпақ, неде Сырлысай, заңғар елді мекен, бірақ әкімшілікке қарайды, осы әкімшілік, бірақ әкімшілік. Ол менің жерім, маған салып берді, бір-екі әкімшілік болды, бұл дұрыс болмады. Сол үшін мен бұл кісіге айттым, бізге көп адамдар келді, жыл сайын келеді, алайық, мынанша берейік, мынанша ақшаң келіп жоқ. Бізге рекультивация жасап бер дейміз, кетеді, істей алмайды. Бұл кісі айтты, істеп беремін деді. Рахмет үлкенден. Кейін ауылда бізде әлі асфальт емес, шағал жол
жоқ. Торпақ жолдар бар. Соған шағал төсеп берейін деп. Оныңыз да дұрыс екен дедім. Сөйтіп Арекеңмен осы ел болып кеше бір жиналыс болды, ол дұрыс болмады. Біз тағы ойындасып, осы орталыққа жинап, барлық Сырлысайдан, Заңғардан барлығын шақырып келіп, осы елге біз елге пайдалансақ болды, бізге ол ауданға бюджетке түссін, ол түседі итақта. Бізге елге Ареке білесіз ғой, бір аудандық, ол қайталанбау керек. Мен бұл кісіге осылығы, мен айтайын, мен көпшіліктің арасында жиналыста айтамын, сіз соған не қылсаңыз болып төлем. Мен айттым, бірінші бастамайсыз, рекультивация жасап бересіз дедім. Ареке дұрыс па? Міне бізден көзіміз жетеді, енді до конца жасамай қойын, жарысына келгенде ала беріңіздер, рұқсат береміз дедім. Жол бар, жолдарды көрсетеміз дедім. Ал өзіңіз парызыңыз, ол елге беретін, мешітке беретін, садақа беретін әлеуметтік төмен азаматтарға, ол өзіңіздің еңізге дедім. Дұрыс па? Міне, Әбеке, ағайындар, бұны пайдаланбасақ, мынау шұңғыр болып жата береді. Тағы біреу келеді, Қазақстанда мынандай заман болып жатыр. Көріп жатсыздар, не болып жатқан, кеше ғана Қазақстан, не батысты су алып кетті. Құдай біледі. Бұны пайдаланып елге бір нәрсе істейік та. Соны жаңағы менің бірінші не қылғаным бұл кісілерге әкімшілік қойын, осы жерде юристі бар, басқасы бар. Келісімшарт түсіруіміз керек. Ертең Құдай басқа салмасын. Жаман айтпай жақсылық дейді ғой. Соттасқанда жеңіліп қалмай, Ареке барып соттасып жеңіліп қалғанбыз, басқарып алғанбыз. Соны Ереке юристке қалай? Сіздер мамансыздар ғой. Бірінші документті бәрін істеп алайық, Ареке өтініш. Рекультивацияны егер ел ырза болып, міне елге айтса, осынша адам не қылатын шығар, пайдасы тисе, мынақа жетеді адам. Қазір бәр жастар да, әйелдер де бәр сауатты болып кеткен. Бір нәрсе жатса, әкімшілік жеп жатыр, би жеп жатыр деген қалыптаспаған. Аудан әкім жеп жатыр деген. Ондайға барғызбау үшін ол біздің қолымызда. Міне соны елге көрсету үшін, ананы текстетейік. Ұсыныс қойыңыздар елге мына, білем бұрынғы істеп кеткен қанша қаржы пайдаланғанында, қанша қаржы өкіметке түскен, ауданға түскенінде, қалтасына қанша қалғанында білеміз. Ел бәрін біліп отыр. Соны дұрыс жағына шешіп, елді де риза қылып, батасын алып, өзіңіз айттыңыз ғой, мен парызым мешітке анау, бөрді жаңағы кешегі айтқандардың бір мешіт емес, бір стадион емес, осы елдің айтқанынан не болып, жәрдем берсеңіздер, біз не дейсіздер ағайын? Солай ғой, бірақ заңдылық, мен тағы айтамын. Рекультивация заңдылық болады ғой, бәрін келісіп шартып тұрамыз, оны да жазу керек, барлығын түсіру керек екен заңға. Мынау енді жаңағы, енді олардың недегі бәрін орындайтын шығар, жаңағы заңмен сіз өзінің несін айттыңыз ғой, су мынандай жинауға кету керек, экология, оны осы заңдылықты өзіңіз жақсылап қадағаласаңыз, оған да комиссия құрылып қою керек. Жұмыс көзі деп жатыр, қақпақтан болған дұрыс, КамАЗдары бар, нелер бар, істетіңіз. Мен сөйтіп ойлаймын өзім, Ареке. Бірақ заңдылығын, нүкең рекультивацияны, Ареке өзіңіз өтеңіз бар, бастап, біразын көрсетсеңіз, ел рахметін айтады. Төбеде Алладан көріп. Мен айтарым сол, бәрібір біреу әкетеді ертең. Не заман болып барады? Пайдаланып елдің халқын сәл жағдайын көтерейік. Қазір нанға зар болып жатқан ауылда нелер бар? Bir қабылға зар болып жатқан ауылда бар әлеуметтік төмен. Қазақстанның жағдайын біліп отырдық, барыңыз білеміз де ғой. Не болып жатқанын. Соны нелген рахметін алып не қылып кетсеңіздер біз ризамыз. Сол мен айтамын. Дебаев, Қанбек. Менде бір сұрақ бар да Баян. Осы Алакөл жауапкершіліктің серіктестігімен, осы рекультивация басқалардың бәрімен кім келісімшартқа тұрады? Біздің жергілікті билік па, жоқ, облыстық табиғат қорғау басқармасынан мен тұрамын. Рекультивация негізі ол бөлек жоба, әзірленеді обязательно. Қазір, допустим, өңдеу жобасы бар, содан кейін қосымша рекультивация жоба. Ол рекультивация бірге добычамен кетеді. Обязательно міндетті түрде. И сол жоба потом бізден согласование өтеді. Кәсіпкерлік бөліммен негізі келісімшартқа отырады олар. Бұл жерде рекультивацияны қадағалайтын табиғи ресурстар басқармасы емес, тек қана экологиялық жобасы ғана табиғи ресурстар басқармасынан өтеді, ал қалғаны недополизование дейді ғой. Ал жерде сізге көрсеттім жаңағы басқарманы. Қағазды қараңыздар. Кәсіпкерлік бөлімі. Кәсіпкерлік бөлімі. Басқармада, мынау басқармада кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы. Осы кісілер
бұл кісілерді қадағалап отырады. Өздерінің Biz qadağalamamızda biz Жоқ, біз қадағалаймаймыз ба? Жоқ, енді бұл Ол міне болмайды. именно осы мәселе ғой, бәріміз жинап жатқан. Мысалы, Предприниматель мына кім? осы рекультивация деп бар ма, экологияда, прокуратурада бәрі қамаған, мына баяғы істеген қазғандардың арқасында жүрген. бұл кісілер Бірақ бір адам бар ма мысалы? Міне осы мекеменің басшысы ма? Осы действительно осыған жауап беру керек. Міне біз осы кісіні ұстауымыз керек. Міне айналайын, сен мынаны бітірген екен, рекультивация жасап, жаңағы барлық нормаларды сақтап істейтін болсаңыздар, неге істемеске? Вот аға мен құрметті мынау Қапақ тұрғындары, әкім мырза, мына біз сіздердің алдарыңызда екінші рет кездесу өткіздік, халықпен кездестік, халық өзінің ұсыныстарын айтты, біз уәде бердік. Біздің алдымыздағы қазып кеткен фирмалардың рекультивациясын біз жасап береміз деп уәде бердік. Біздің немізге кірмесе де, міндетіміз кірмесе де, біз халық разы болсын деп, разылық үшін біз о жерде рекультивация жасап береміз деп уәде бердік. Енді өзіміздің жұмысты ол алып жатқан кезде рекультивация жасап кетеміз бірден. Оны сіздер көресіздер, бағалайсыздар. Біздің уәдемізде тұрамыз. Алла разылық үшін, халық разылық үшін. Біздің алдымыздағы істеген шұңқырларды біз рекультивация жасап, мына жерде бастай береміз. Бәрін бірге бастаймыз. Біз уәде береміз. Ал енді жаңағыдегі қадағалау органдары бар. Біз рекультивация жасамасақ, бізді сотқа бере штраф салатын органдар бар. Сіздер де қадағалаңыздар, ана органдармен бірге қадағалап, пожалуйста, біз ол жерден қашпаймыз. Енді жалпы осы қоғамдық негіз кеңес қой, былайша айтқанда. Осыдан да мысалы бір кішігірім, мысалы тоғыз емес, әкімшіліктен бар, қоғам кеңес жігіттерден қосып бір топ құрып қою керек. Мысалы 10 күн ба, 20 күнден ба, бір рет барып, не болып жатыр? Мына бәрі жайында ма деп өздері комиссия көріп тұратын. Кейін мына әкімшілік айтады, мына бәрі дұрыс. Оны өздеріңіз комиссия құрып, Иә. оны қарсы емес, оны Жоқ, мақұл, өзіміз тұрамыз, кешіріңіздер. Бізде заңдылық жағдай, жаңағы сіз жоғары жағы экология рұқсат берсе, біз не ештеңе әкімшілік ештеңе айтқан өткіземіз, соны заңдастырып беріңіз, анау хаттамаға жазып қойып соны жүргізу керек. Әкімшілік тыңдау керек олар жағдай. Ана экология рұқсат беріп болды, бұлар білесің Қазақстан өздерімен өздері шешіп береді, халық шулап қалады. Біздің айтқанымыз сол өте дұрыс еді, халықтың атынан заңдастырып, неғып соны сөзіміз өсу керек. Ертең сіздер бізге бармай жаңағы экология рұқсат беріп болды, тағы істесе екен. Әдегер ана жерде ненің Сол хаттама несі бар? қадағалау адресі бар, несі солармен біргелесіп қадағалаңыздар. Енді мынау Біз осындамыз. әңгіменің бәрі келісімшартқа Иә. тақалады ғой, енді мынау бүгін ертең асығыс емес шығар, дұрыс па? Иә. Бізде мысалы үшін өзіміз ойласып, жаңағы талаптарымызды жазайық. Иә. Дұрыс қой, Бұл жерде ағалар, главный вопрос, біздің алдымызда қазып кеткендерді шұңқырын көму болып тұр ғой. Иә. Ол көміледі. Бізге қарсылықтарыңыз жоқ па? Соны айтыңыздар. қарсылық Ол жұмыс істегеніз қарсылығым жоқ. Міне. Жаңағыны істеп берсеңіз, содан кейін елге тағы қосымша жаңа айттым ғой, әлеуметтік жағы. Оны өзіңіздің мен айтып жатқаным жұмыс тәртібі де. Міне, аға, мына видеоға айтыңыздар, бізге қарсылықтарыңыз жоқ. Алдындағы қазып кеткендерін көмеміз, соны уәде береміз, сол. Енді оның жаңағы бәрі ауызша болады ғой, қағаз жүзінде болады. Кейін біздің талаптар бар ғой, мынандай көшемізге жәрдем бересің, мына жерге. Жоқ, мен айтып болайын деп. Соның бәрін біз түсірейік қағазға, келісімшартқа кірсін. Енді біз уақытында күйіп қалғанбыз ғой. Анау күйген ауыз үрлеп ішеді дейді. Асықпайық деп жатыр ма? Бір күн, екі күн, арысы, берісі, бір апта. Соның бәрін реттеп алайық. Бұдан кейін жаңағы, ай қызым, жаңағы сен оқығаның жай әдемі екен. Маған ұнады да. Неге деген, бұл жерде бәрі пункттер бар. Суы, шөбі, бәрі. Содан бір несін бересің ба? біз акиматқа береміз. Сол керек болды. Неге? Осы сақталатын болса бар ғой, ешкім ештеңе демейді екен. Мен жаңа жақсы тыңдадым да. Неге? Бұл жерде жаңағы суға да зиян жоқ, шөпке де, малға да бір көңілге қонып тұр да. Енді пайда табыңыздар. Елге ғой бұның бәрі, мысалы үшін Қазақстаннан басқа жақ кетіп отқан жоқ. Елге, келешекке ешкім қарсы емес, бірақ талап деген жақсы. Алдымыздан қазып кеткендерді Келісімдегі жақсы. Біз жаңағы пунктімен жазайық. Мына көшеге мынандай, нерге мынандай жәрдем бересіңдер деп
жазайық. Ол енді акиматпен біздің арамызда мына қыздар қатысы жоқ оның. Қатысы Ол жоқ. соған Бұл қыздарды сіздердің бізге қарсылығыңыз жоқ деген. Сенің фирмамен біздің арамызда Иә. келісімшартты Иә. асықпай жазайық деп Ол қыздарға қатысы бұл жоқ. қыздардікіне мен көңілім толды. Сіздерге Себебі бәрі сақталған. сол қарсылықтарыңыз жоқ. білдіріп бол. Ал ол Енді кешегідей кім інім, кешегідей келісім болмайды да ол. Бұл дұрыс емес. болды. Иә, бәрі қағаз жүзінде, заң жүзінде болсын. Мемлекет орган десеңші. Себебі біз неше рет облысқа да бардық, басқа ештеңе істей алмадық қалды. Неге? Документ жоқ ешқандай. Ауыз екі болғанда, ол дұрыс емес. Соған енді мына жаңағы біреу тастадым дедім ба? Болды, осы керек болып тұр. енді Қазір не бар осы? Жиналыстық тағы да біраз адамдар келіп тұрған еді. Осы мына видеодан кейін тоқтатайық. Құрметті әріптестер, негізгі заңдылығы бойынша қол қою күші 2 жұмыс күні ішінде қол қойылып, біз электронды пошталарына жібереміз. 2 жұмыс күні ішінде. 2 жұмыс күні ішінде комиссия мүшелерінің қол қойып, электронды нұсқада неге жібереміз. Енді жаңағы сен кім екеуің болғаның заңға қайшы емес пе? Енді қазір қыздардан сұрасам, именно жергілікті неден басшы, сол төраға болу керек, хатшысы болу керек. Bu yerде қоғамдық кеңес мүшелерінің келісімі керек. Сіздер келісеміз, рұқсат етеміз десеңіз. Бәрі заң болсын болды. Енді қорытындыға келсеңіздер, қоршаған ортаны қорғау бөліміне қарсылықтарыңыз бар ма? Екі күнде жауап береміз ғой жаңағы. Жоқ, оны Жоқ, видеода ол енді Қызашылық жоқ қой. жалпы алғанда жаңағы сен пунктпен жазғаның бар ма? Өте тамаша. Негізі алдын Енді осыны именно сендер өздерің қадағалайсыңдар ғой, дұрыс па? Сендер енді соны бекітесіңдер ғой. Табиғаттан енді артық зиян келтірмейтін жағдайға келтіресіңдер ғой, дұрыс па? Жаңа айтылған пункт бойынша. Сендердің дейсің жаңағы жасаған бағдарламаң өте ақылға қонымды. Міне, бірақтан осыдан таймау керек. Осы жазылған нәрсе орындалу қажет. Сонда ешкім біреуге сын тағамайды. Мына пунктке келіп, дұрыс па бұл нәрсе? Өте қол. Міне сіздерге енді ешқайда қарсылық жоқ, экология неге қарсы боламыз? Міне рахмет. Мына өйстіп, бұл тірлікті общественный, мемлекеттік үйде істеу керек. Тығылып, ана бұрышта, мына бұрышта тірлік болмайды ол. Міне бір елдің басшысы отыр. Міне әке де осы елдің шешесі осы әкім. Сол үшін қандай тірлік болсын, осы жерде шешілу керек. Міне рахмет сіздерге де, міне. Бұл енді құрметті ауылдастар, жаңағы қыздардың айтып отыр ғой, жалпы мұны қадағалап отыратын. Түркістан облысы бойынша кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы қадағалап отырады. Бізбен Қазығұрт ауданы әкімшілігімен мына жеке жаңағы жауапкершіліктегі серіктестікпен договорымыз болмаса, негізінен бақылап отыратын сол басқарма. Егер осы істелінбей жатқан жағдайда біз осы басқармаларға біз шығуымыз керек. Ауданның басшылары сонда ғана бұлар соны реттеп отырады. Жалпы түсінікті ғой. енді Сұрағым бар. Жаңа қарындас, сіз айттыңыз 5 метр дедіңіз ғой, Иә. 5 метр. Оның кейбір жері алынған болса, дұрыс па? Мен түсінігім бойынша. Ол жағы қалай болады ол? Я 30 гектардың бір жері алынған, бес жағы. Жоқ, бұлардың разведка кезінде тек қана бұрғылау жұмыстары жүргізілген. Ол разведка жасамаса да болмайды ғой. Ол жерде пайдалы қазба бар ма, жоқ па, соны анықтау керек. Бұл кісілер өз кезегінде ол жерде қазған, бірақ обратная засыпка шурфов деген болады. Қайтадан сол алынған топырақты қайтадан сол бетіне төсеп кетеді. И сосын бұл жұмыста бұл кісілер 70 градустық бұрышта қазатын болса, ол бұрышты сразу одновременно 30 градустық бұрышқа сәйкестендіріп тегістеп өтіп кетеді. Рекультивацияда тағы да оны қарастырады. Сол бәрекелді. мал жаңағы Иә, құламау керек, басқа Бір нәрсені тағы да өздеріңізбен бір шегелеп не қылайықшы, Шарике, сізден бір өтініш. Жалпы сіз қазір тек Керімбаев Тастолтаумен алған сол 30 гектарынан басқа еш жер былай шықпайсыз ғой. Ертең халық шулап. Біздің мына өкімет берген жеріміз мынау бер жанындағы жаңағы шым сервис бар ғой, соның жартысынан Тасболтанның жартысын сол ортада біз қондырған. Рұқсат берді. Сол жерден басқа жер өтпейсіз ғой. Тасболтанмен мынау шым сервистің жерінде. Қазір қалған жерден шықпау. Қазір қап болған деп отыр ғой. Шықпайды. Деменедегі қазір қап болған. Сол үйге шықпайды бұл жерде. мына жерде ғой қазір. Жоқ, оны мен Көрдіңіз бе? Мен сізге көрсетейін. Мына жерде 30 гектар. Asfalto, olmasın
өткенде бір балдармен барып қазығын қақтыңыз ғой, ауылдың биі мен бақтиығының бәрі. Кімнің тасболтанның жері, одан кейін шоқанның жерінде мен алып жатырмын. Екеуінің ортасында. Жалпы келістік пе? Онда келістік деп есептейміз. Сондықтан мынау басқармадан келген кісілерге үлкен рахмет, тарихи өздеріңізге рахмет, өзіміздің әріптестер сіздерге үлкен рахмет. Жақсы жұмыстарыңыз алға баса берсін. Сәттілік тілейміз. Әке аумин. Ал мені айналайын інілерім мына алды жұмыстарын алға баса берсін.